Аса қамқор, ерекше мейірімді рахымды Алланың атымен бастаймын. Субханаллах, әлхамдулиллах, Аллаху әкбар, Аллахумма солли ва соллим аля набиинна Мухаммад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алланың қарғысын арқалаған Әбу Ләхәб күн өткен сайын бауыры Мұхаммедке салаллаху алейхи уассаламға көз алартып, басқан ізін аңдып, зұлымдығын одан әрі арттыра түсті. Мақсаты Мұхаммедтің салаллаху алейхи уассаламның дінін таратқызбау болып, қайда жүрсе оған елдегінің бәрін қарсы қойып, жалған жаламенен халықтың санасын улап, сөздерінің бәрін өтірікке шығаруға тырысты. Бірде Алла елшісі салаллаху алейхи уассалам Ухаз жәрмеңкесінде көпшілікке «О қалайық, ла илаха иллаллах» деп мәңгі азаптан құтылыңдар дегенінде Әбу Ләхәб килігіп: «Ей адамдар, бұл менің жақын туысым, айтқандары тек өтірік, бірде-бір сөзіне сенбеңдер, жанына жоламаңдар, аулақ жүріңдер» деп халықты таратып жіберді. Әбу Ләхәб халықты екідай күйде қалдырып, бүлікті бастаумен тұрмай, әйелі Үммі Жәмил мен баласы Утайбаны да өзінің тозақи жолына сүйреді. Үммі Жәмил өздері жайында Тәббәт сүресінің түскенін естігенінде, өзін қоярға жер таппай, зығырданы қайнап, қаны қарайып, тістенген бетте қолына тас алып, Қағбаға келеді. Сондағы ойы, қолындағы таспен ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед салаллаху алейхи уассаламның мұрнын бұзу, аузына қақпақ болу. Бұл кезде Алла елшісі салаллаху алейхи уассалам өзінің ең жақын досы Хазіреті Әбу Бәкірмен Қағбада әңгімелесіп отырған. Ашуы терісіне сыймай келген Үммі Жәмил Әбу Бәкірге: «Ей Әбу Бәкір, әлгі айнымас досың қайда? Мені сыртымнан мазақ етіпті, көрген жерде мына таспен аузын бұзар едім» деп шамданады. Бірақ қорғап сақтаушы ұлы Алланың құдіретіменен Үммі Жәмил сол жерде отырған пайғамбарды салаллаху алейхи уассаламды көре алмады. Десе де басқа уақыттарда Үммі Жәмил Алла елшісіне деген дұшпандығын тоқтатпай, жүретін жолына құрғақ жантақ шашып, айызын қандыратын. Бір күні Әбу Ләхәб пайғамбардың салаллаху алейхи уассаламның есігінің алдына иісі мүңкіп мұрынды жарған қоқысты әкеп төкті. Мұны көрген Хазіреті Хамза әлгі қоқысты жинап алып, Әбу Ләхәбтің басына төңкерді. Бұл кезде Хамза әлі исламды қабылдамаған болатын. Және бір күні пайғамбар салаллаху алейхи уассалам ойға шомып отырған жерінде Әбу Ләхәбтің ұлы Утайба жақындап келіп: «Жаратушыңның атымен ант етемін, мен сенің пайғамбарлығыңды мойындамаймын» деді де Алла елшісінің салаллаху алейхи уассаламның мүбәрәк бетіне түкіріп жіберді. Бұл оқыс оқиғаға қатты налыған Алла елшісі салаллаху алейхи уассалам: «Я Раббым, Утайбаның қалағаны мынау, қорлыққа өзін өзі итермеледі» деді. Мұнан соң көп ұзамай Йемен маңындағы Хауран деген жерде Утайба әкесіменен және бірнеше жолдастарыменен демалып жатқан жерінде бір арыстан ойда жоқта пайда болып, топ адамның ішінде Утайбаға тап беріп, оны паршалап тастайды. Сөйтіп, Алла тағала өзі жіберген сүйікті елшісін мазақ етіп, келемеждегендердің ақырының немен тынатынын осындай ашық мысалдармен дәлел етіп көрсетті. Мұны сезінбеген Әбу Ләхәбті әйелі Үммі Жәмил де пайғамбарға өштесулерін одан әрі үдетті. Олар өздерінің өшігулерімен қоймай,
тура жолға келіңдер, адаспаңдар деп жан тәнімен Аллаға шақырған елшіге саллаллаху алейхи уассаламға Мекке халқын қарсы қойып, зұлымдықтың үстіне зұлымдық ойластырып, дініне барынша бөгет болуға тырысты. Бірақ Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам сондай зұлымдар мен қаскөйлердің ортасында жүріп, олардың жасаған зұлымдықтарының бәрін тартынбай көтеріп, ештеңеден қаймықпастан, қорықпастан, қайтпастан, Алланы танытуға деген дағуатын тоқтатпай, одан әрі күшейтіп, жалғастыра берді. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, Allahümme salli ve sallim ala nebiyyina Muhammed.